Массалық үлесті шығарған кезде тапсырмаларға өте мұқият боламыз. Түсінбесеңіз, кемінде 2 рет тапсырманы оқып шығыңыз. Массалық үлес біздегі пайызбен өлшенеді. Формуласын жазатын болсақ, массалық үлестің формуласы омега салыстырмалы атомдық массасынан бөлеміз молекулалық массаны және 100%-ға көбейтеміз. Тапсырмаға назар аударамыз. Күкірт қышқылының ішіндегі күкірттің массалық үлесін тап. Олай болатын болса, ең алдымен күкірт қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын табамыз. Біздегі салыстырмалы молекулалық масса күкірт қышқылының 98 шықты. Келесі, атомдық массасы біздегі күкірт болады. Күкірттің тауып аламыз. Ол біздегі 32-ге тең. Дәл осы формуланы астына жазамын. Жақшаның ішіне қай элементті табу керек, соны тауып аламыз. Күкірт. Астыңғы жағына салыстырмалы молекулалық массаны табу керек па, соны жақшаға ашып жазамыз. Ге бөлеміз 90. Салыстырмалы атомдық масса 32-ден салыстырмалы молекулалық масса 98-ді бөлген кезде 0-де 33 шықты. Оны көбейтемін 100%-ға. Біздегі 33% шығады. Жауабы массалық үлес күкірттің ішіндегі 33% біздегі күкірт, қалған ішіндегі күкірттің пайызы 33% болады. Қалған біздегі күкіртімізден бөлек біздегі сутегіміз бар, оттегіміз бар, қалған пайыздар басқа элементтерге кетеді.